Армысыздар, қымбатты көрермен. Шарын ұлттық саябағының құрамына кіретін табиғаты тамаша, көрінісі керемет Ерентоғайдамыз. Бүгін бізде қонақта Қазақконцерт концерттік ұйымының әншісі, қоңыр даусымен әсем әнін әуелтіп жүрген өнер иесі Сүлеймен Ибрагимов. Сүлеймен аға, қош келдіңіз. Енді біз мына Алматы қаласында үлкен біздің өнер шаңырағымыз Қазақконцертте, жалпы өнердің сахнасында жиі кездесіп тұрамыз ғой, бірақ біраз уақыттан бері қауышпай қалдық. Бірақ күндердің күнінде осындай бір керемет таңғажайып табиғат аясында кездесуіміз бір ғажап дүние болып тұр. Қош келдіңіз, қалай жеттіңіз? Рахмет, көп-көп. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жақсы, әдемі жеттім. Енді бүгінгі таңда жол қалай екен, жалпы жол жақсы ма? Жол жақсы екен, жолда әдемі. Енді көптер қазір үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр ғой. Жол мәселесін әсіресе қазір бүкіл республикада көтеріп, жолдар қазір өте әдемі болып жатыр. Жақсы жолдар жасап жатыр. Жақсы, жеңіл. Жақсы келдік әдемі. Қош келдіңіз онда. Енді сіздің бір өзіңіздің әдемі, бір қоңыр үніңіз бар ғой. Біз енді сонау бала кезімізде сізді сонау Қарағым әнімен танимыз. Содан кейін туысқандар әніңіз, кез келген ағайын туыстың бас қосқан тойында сол әніңіз шырқалып жатады. Енді біз сұхбатымызды бастамас бұрын бір айқайлап, бір табиғат аясында бір ән шырқап қоясыз ба? Қарағым-айдың бір қайырмасын қайырып беріңізші. Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен. Адамдар өмірге қонақ екен, шынымен бұл дүние шолақ екен. Рахмет, көп рахмет. Мінекей осы әнмен біз өстік. Сізді біз осы ән арқылы танимыз. Енді бүгінгі таңда қызық сұрақ, ыңғайсыз сұрақ болса да қойып отырамын сізге. Енді әңгіме барысында көлігіңіз қандай? Көлігім әдемі көлік. Енді бүгінгі таңда Хаммер мініп жүр екен, Toyota Land Cruiser мініп жүр екен деп айтып атады. Енді біз сізді қарапайым қазақтың өнердегі азаматы, қазақтың ән әлеміндегі ағамыз ретінде танимыз өзіңізді. Рахмет көп. Енді біз сіздің жаңағы арзан көлік мініп жүр екен, немесе жаяу жүр екен деп менсінбей қоймаймыз. Бірақ дегенмен де бізге қызықта. Құдайға шүкір, енді көліктің бәрі міндік қой. Хаммерінде міндік, Лексусында міндік, Land Cruiser'ның бәрі міндік. Қазір әдемі өзім шағын көлігім бар. Өзіңізге лайықты, отбасыңызға лайықты. Бәрекелді. Жаяу жүрген жоқсыз? Жоқ. Бәрекелді. Дұрыс қой, сізде азаматтың жаяу жүру мүмкін емес. Әрдайым ақ жол болсын, қай жақта жүрсеңіз де. Енді мен бір өзіңіздің аузыңыздан естігім келіп отыр. Осы үлкен сахнаға сіз қай жылы шықтыңыз? Үлкен сахнаға осы егемендік алған кезде 1991 жылы ең бірінші үлкен сахнаға біз егеменді Қазақстанның ең бірінші эстрада әншілері. Соның бірі менмін. 30 жыл болады. Биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы ғой. Тәуелсіздіктің 30 жылы мен, біздің де 30 жылдығы, өнерге келгеніміз 30 жыл болады. Құттықтаймын Сүлеймен аға. Рахмет көп. Үлкен өнерге үлкен өнерде жүргеніңізге 30 жыл екен. Тәуелсіздікпен жасы болып тұрсыз ғой. Бәрекелді, бұл үлкен бір, енді олай болатын болса, онда алдыда бір үлкен жоспар бар шығар? Бар. Құдайға шүкір, Құдай бұйыртса, осы Астанада күзде үлкен тірі дауыспен дейді ғой. Эстрадалық симфониялық оркестрмен үлкен бір концерт қояйын деп отырмыз. Оны енді теле радио арқылы ести жатасыздар, қай күні, қай уақытта болатын. Күзге деп жоспарлап отырмын. Бәрекелді. Сіздің сол шығармашылық кешіңіз
болмағанына да біраз уақыт болды ғой. Біз баяғыда осы Алматы қаласында Республика сарайында бір бердіңіз ғой, симфония оркестрімен, 2007 жылы Қарағымай деген аяулы ағамыз өмірден былтыр өтіп кетті. Кеңес аға Дүйсекеевтің жетекшілігімен сол Қарағымай деген концерт өткізген. Мен сол кезде сол концертіңізде болған едім. Ол кезде енді тіпті мен жаспын ғой. Сонда барып сол концертіңізді көріп, даусыңызға бір тамсанып, сондай бір рахаттанып демалып қайтқан кезім әлі есімде. Бірақ сол сахнада тұрған үлкен өнер жұлдызымен осылай дәл бүгінгі кездесіп отырамын деп ол кезде ойламағам ғой. Рахмет. Мінекей бүгінгі таңда Алла тағала осылай нәсіп етті. Енді өзіңізбен жүздесіп, оның үстіне мынау таңға жайып табиғаттың аясында осындай бір сұхбат жүргізіп отырмыз. Сіз неғып очкиіңізді шешпедіңіз? Очкиіңізді? Сіз негізі бар ғой, очкисіз әдемі едіңіз. Жоқ, очкимен әдемі. Очкимен келістік қой. Әлде көзіңізде бір ақау бар ма? Жоқ, ақау жоқ. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Очкиіңізді шешіп бүйтіп көрсетіп қойсаңызшы. Не, ақау жоқ. Енді ол тағып отырғанды қалайсыз? Тағып отырғанды қалай. Бізде бірнеше осы өнерде, ән әлемінде бірнеше әншілер бар ғой. Очкидің түрін тағады. Сізде бір сондай очкидің түрін тағу, содан бір коллекция жинау деген бар ма? Енді сіздің очки тағып отырғаныңызға қарағанда. Негізі өзім коллекция жинаймын. Дұрыс айтыңыз, очки жинаймын енді. Ол бір сәндік үшін, әдемілік үшін, Құдайға шүкір. Мен бірақ мына сол жаңағы Республика сарайында өткен жаңа үлкен концертіңіз бар ғой, ол жерде бір әдемі, сондай сұлу қазақтың әнші жігіті болып шықтыңыз. Очкисіз шықтыңыз. Ал енді басқа алаңдарда ән шырқап жатқан жерде немесе басқа бір облыстардың сахналарында жүрген кезде сіз міндетті түрде очки тағып жүресіз. Bir нәрседен ұяласыз ба, қысыласыз ба? Әлде өзіңізді солай очкимен еркін сезінесіз ба? Жоқ, мен былай да ол очкисіз де, очкимен де бәріне өзім еркін сезінемін. Алғашқы ғашығыңыз кім? Алғашқы сіздің махаббатыңыз? Енді ондай бір әлде көп болды ма? Жоқ, көп болды. Енді оқып жүрген кезде ондай бір менде бір сезім болған жоқ. Біз әдеби кітап оқумен, өлең айтумен сондай ойымыз енді шынайдан қызға деген көңіл болған жоқ ол жас кезімізде енді. Енді қызықсыз, сіз ондай махаббат болмаса сіз қалай лирикалық әндерді шырқадыңыз? Жоқ, махаббат болғанда мен талпыныс болды өнерге келуіме. Сол өнерге барам деп сондай бір іштей өзімді дайындалып жүрдім. Әнші болған деп сондай бір дайындалып жүрдім. Кеңес ағаның, марқұм Кеңес ағамыздың қасында көп жүрдіңіз. Кеңес ағамның әндерін шырқап жүрдіңіз. Оны ерекше құрмет тұтатыныңызды да білеміз. Кеңес ағаны бір еске алайықшы, жатқан жер жайлы болсын. Жайлы болсын, жатқан жерлі. Енді ол кісі мына біздің мемлекеттен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты деген атаққа лайықты адам еді деп ойлаймын өзім. Оған Кеңес ағаның бір ғана ән үшін беруге де болады. Бір ғана ән үшін. Кезінде шықты ғой, домбыра торла, жыр, сәлем саған туған жер деген қандай әдемі Роза, Нағым Есқалиева, солар айтып шықты кезінде. Всесоюзный конкурста айтып шықты Москвада. Сол үшін. Енді жарайды, оның соңғы шыққан Қарағымай үшінде бір оған ескерткіш қою керек қой. Дұрыс айтасыз, осындай бір керемет қазақ ән әлемінің тарихында Кеңес ағамыздың әндерінің орны бөлек. Бөлек. Соның сіз бірнеше әндерін шырқап жүрсіз. Ондай тұлғаның да, ондай жанның әнін шырқаудың өзі бір бақыт шығар. Ол әнді халық білет. Енді мына өнерде, өнер жолында маған жолыма өте жақсы ұстаздар кездесті. Біреу мен оқыған жерім Жүсіпбек Елеуов атындағы училищеде оқыған кезде Қазақстанның халық артисі Зейнеп Қойшыбаева менің ұстазым, аяулы ұстазым. Содан кейін Кеңес аға кездесті, Әсет аға Бейсеуов кездесті. Мен өзім өте бақытты жаным деп санаймын өзім. Жолымда сондай тамаша ағаларым болды, тамаша апайларым болды. Сіз сондай үлкен тұлғалардан сабақ алдыңыз, үлкен тұлғалардың қасында жүрдіңіз. Соның арасында Олжас Сүлейменов ағамыз да бар,
Олжекені былай танимын, Олжас Сүлейменов те бар, ол да бар. Мен оны сұрап отқаным, аға. Менің естуімше, жаңағы сіз махаббат тақырыбындағы әндерді көп шырқайсыз. Содан бір ердің жасы 50-ге келген кезде тағы бір жасарып дүниеге бір ұл келді. Ұл келді, Олжас. Оның аты Олжас Сүлейменұлы. Олжас Сүлейменұлы. Ол дүниеге келіп, алғаша қадам басқанда Олжас Сүлейменовтың өзі тұсауын кесіп берді ме? Енді оның несін айтайын, ол қызық, негізі Олжас деп атты, ол өз мамасы қойды, үйде жеңген қойды. Олжалы бала, Олжас деп. Енді 50-ге келгенде дүниеге келгесін, Олжас деп енді кейбіреулердің қалжыңдап айтады, 50 бай ойнадың ба деп. Олжас деп, Олжалы болсын деп, мамасы қойды. Жеңген қойды. Бәрекелді. Енді мен осы жерде сол кезде сол... Әпкен ғой сен, жеңген ғой, сен әпкен қойды. Біздің әпке қойып біледі ғой есімді. Ердің жасы 50-ге келдіп, жасыңыз 50-ге келгенде дүниеге ұл келді. Сіздің бұл бір күштілігіңіз, мықтылығыңыз болып тұр ғой енді. Құдайға шүкір, бір Алланың арқасы. Бұл денсаулықтың арқасы. Денсаулықтың арқасы. Алладан кейін сіздің зор денсаулығыңыздың арқасында. Бүгінгі таңда осы жастар, жаңадан қосылып жатқан, отбасын құрып жатқан жастардың өзі дүниеге сәби әкелуі қиындық тудыртады. Естіп жатамыз. Енді сіз қалай күтінесіз? Құдайға шүкір, мен өзімді жақсы күтем. Үйдегі әсіресе жеңешең мені ерекше күтеді енді. Мына өзіміздің ұлттық тағам бар, қазы қарта. Енді біздің әпке сізді баптап, сол 50 жасқа жеткен кезде жаңағыдай дүниеге ұл келді ғой енді. Дұрыс. Жаңағы қазы қарта. Құдайға шүкір. Қойдың құйрығы. Ой, айтпаңыз бәрі. Төс жейсіз. Айтпа. Мен дұрыс қой, күш қуаттың бәрі төсте ғой. Ал енді біздің мына бүгінгі таңда карантин болды елде. Біз мына қосымша ішіп жеп жатқан тамағымызға қосымша дәрумендер ішу дегенді біз көп құнттамайтынбыз ғой. Осы карантин болған кезде елдің барлығы қосымша дәрумен ішіп кетті. Әртүрлі баттар, ресейлік бар, америкалық бар, жан-жақтан Түркиянікі бар. Ал енді солардың арасында осы өзіміздің отандық өнімге келген кезде тоқтап қалады да көбісі ойланып. Ал сіздің біздің осы отандық өнімге деген сеніміңіз қаншалықты? Қолдайсыз ба сіз? Бұл өте әдемі сұрақ. Бұл мен таңғаламын өзімді. Бұл сан ғасырдан кеткен ата-бабадан өзім көздің қарашығындай сақтап кеткен өзім тамаша өзім тағамдарымыз ғой. Қазақтың тағамы, мен әлемде ең бір мықты тағамдар бізде деп ойлаймыз, қазақтың тағамы деп ойлаймын. Негізі кезінде жаугершілік заманда жаңағы ет асып қойып қазанмен, осын ет жеп, еттің немесіңдір отырған. Қымыз, саумал, жаңағы, саумал деп тұр ғой. Сіз саумал ішесіз бе? Ішем. Мына қымызбен, етпен сол мықты, соны аттың үстінде өскен мықты болған ғой енді. 50 жасыңызда дүниеге ұл әкелдіңіз осы саумалдың арқасы ма? Жоқ. Ақыры ішсеңіз? Жоқ. Әсері бар шығар саумалдың да? Әсері бар шығар, енді бәрі дүниенің. Айтып отырмын ғой, өзіңізді күтесіз. Күту керек қой. Сүлеймен аға, бүгінгі осы екеуміздің сыр сұхбатымыз және жер жаннаты жетісу деген үлкен жоба қолға алынып жатыр. Алматы облысының 20 жылдығы мен еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында осындай үлкен жоба қолға алынды. Осы жобаға демеушілік көрсетіп отырған BB Partners компаниясы саумал өнімін шығарған. Сіз енді жаңадан биеден сауылған саумалды ішіп жүрсеңіз, бүгінгі таңда осы BB Partners компаниясы мынандай капсуладағы жаңа саумалды шығарып жатыр, өндіріп жатыр. Көрсеңіз болады. Сіздің көзқарасыңыз осыған? Жоқ, дұрыс. Бұл таза табиғи өнім. Енді мына қаладағы халықтың көбісі жаңаға бара бермейді ғой. Жаңадан сауылып жатқан уақыт жетпейді, уақыт тапшы, алыста болады, кейбіреуінде көлік жоқ, жету қиын бола батады. Ал мынаны сол компания өте керемет ыңғайлы қылып шығарып отыр екен бүгінгі таңда. Мен мысалы өзім мынаны қолданам. Емдік қасиеті бар ғой. Енді саумал ғой. Саумалдан жасалған. Бұның ішіне химикат ешқандай ештеңе қосылмайды. Бұл таза табиғи өнім болып саналады. Бүгінгі біздің жобамыздың демеушісі, қолдаушысы BB Partners компаниясы шығарып отырған саумал.
Мен мына осы шығарып отқан дүниені Саумалды мен қолдаймын. Мына Бибі партнерская рахмет айтқым келеді. Өте орынды дер кезінде шығарып отыр. Негізі бұны шетелдіктер Саумалды, қымызды, жаңағы шұбатты Германия, Франция сұраған, германдар, немістер көп сұрапты. Осы бізге беріңіз деп. Біз патенттеп, біз өзіміз шығарамыз деп. Бізге ойланып қалай өзіміздің өнімізді береміз, өзіміз шығарамыз. Құдайға шүкір, қазір шетелді қуаламау керек те, өзіміздің өнімдерімізді шетке шығаруымыз керек. Уақыт жетті, мына 30 жылдың ішінде. Құдайға шүкір, білімді жастар өсіп жатыр қазір, мықты-мықты. Инновациялы бағытта оқыған, технологияны білетін. Солар енді мынандай жұмысты қолға алып жатыр. Конечно, қолдамасқа, мына тамаша дүние ғой. Әрине. Осындай көп болсын дегім келеді, өте жақсы. Біздің ана халықтың өсіп өнуіне, қазақтың бұрыннан ата-бабамыздың мықты болуы, осы саумал, қымыз, шұбат, солай болуы, ет мықты. Мына ұлттық тағамды, мына ғасырдан ғасырға келген көздің қарашығын сақтап келген дүниені, бұны біз ұрпақтан ұрпаққа жеткізуіміз керек осылай. Дұрыс айтасыз. Әлем түрінде. Шетелге шығару керек, патент алу керек, мына шетелге шығарып, бүкіл дүниесіне шығаратындай қылу керек қой. Енді осы Саумалды сізге біреуін сыйлыққа тартам, Сүлеймен аға. Рахмет. 60 жасқа келгенде тағы бір дүниеге ол келсін. Әмин. Әмин. Бата берейін ба? Жақсылық болсын, амандық болсын, баршаңызға амандық тілеймін. Осындай. Қуанып кеттіңіз ғой? Жоқ, дұрыс қой. Ниетіңізге жеттіңіз онда. Мына Саумалды ішіп, деніңіз сау болып, ары қарай күтіміңізге сіздің кері әсерін тигізбейтіні ол айдан анық. Ал енді Сүлеймен аға, Алматы облысының 20 жылдығы мен еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына бір өзіңізден құттықтауыңыз болса. Құрметті жетістіктер, мына Алматы облысының 20 жылдығы құтты болсын дегім келеді. Осын мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы келе жатыр. Бүкіл қазақстандықтарды бәрін осы мерекемен құттықтаймын. Отбасыларыңызға тек амандық тілеймін. Осы қазақтың абырой берекесінен айырмасын дегім келеді. Жақсылықтарымыз көп болсын, осы жақсылығымыз ұзағынан болсын, көп болсын. Әрбір қазақтың шаңырағына тек денсаулық, бақ береке, абырой тілегім келеді. Сүлеймен аға, бір керемет табиғат аясында демалып жатсыз. Ерен тоғайы деген жердің өзі бір қасиетті, ерекше бір таңғажайыбы мол киелі жер екен. Демалысыңыз қалай өтуде? Не айтасыз осы Ерен тоғай жайында? Өте тамаша. Мен өте бақытты өзім сезініп отырмын, бақытты жанмын. Жаңа осы интервьюның басында айтып кеттім ғой, жақсы адамдар, жақсы абайлар кездесті деп, Құдай осы өнер жолында деп. Міне, мына қазір демалып отырған жерімізде аяулы ағатайымыз өмірден өтіп кеткен, елімізді басқарған кезінде Қазақ Республикасын басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың өзін демалып кететін жері мынау. Мінекей бар. Міне табанымыз тиіп, бізге Құдай шүкір, осы атамыздың осындай демалыс саяжайында келіп, бізде демалып отырмыз. Өте бақытты жандарымыз. Алла жаныңызға шипа берсін, деніңізге саулық берсін. Мына әрбір осы жерде өсіп тұрған ағаштың өзінде ерекше бір қуат бар дейді. Алақаныңды қоясың дейді. Ерекше бір содан күш алуға болады дейді. Дұрыс, өте себебі бұл ағаштардың барлығы бар ғой, Сүлеймен аға. Арнайы отырғызған емес екен. Өзі бір Алланың құдіретті күшімен өсіп тұрған ағаштар. Сондықтан бұл киелі қасиетті жер деп айтуға біз 100% сенеміз. Негізі жаңағы айтып отырсың ғой, біз ана көбінесе адам баласы бар ғой, біз табиғатпен тілдесіп тұруымыз керек қой. Мысалы, рахмет айтуым керек, мысалы, ағаштармен сөйлесуге болады екен. Біз бәрін бір күлкіге айландырамыз ғой. Ой, не деп тұр, мынау есінен ауысқан ба деп. Негізі өте орынды сұрақ, жақсы. Енді тегінен тегін өспейді ғой, бір киелі жер болып тұр ғой. Сол, киелі жер, қасиетті жер болғаннан кейін өзі. Ал бұлай қарасаңыз, көз жүгіртіп қарасаңыз, бір арнайлап бір отырғызып қойған сияқты. Арнайлап бір күтім жасап өсірген сияқты. Ал ары қарай тереңіне үңілсеңіз, бұны ешкім отырғызбаған, бұл өзі табиғи өсіп тұрған ағаштар. Қасиетті Шарын өзенімен ағып жатыр қасында. Енді бұл осы Ерен тоғайдың өзі осы Шарын ұлттық саябағының құрамына кіретін ерекше қасиетті киелі жердің бірі болып есептеліп отыр. Бүгінгі таңда демалысыңызға сәттілік тілейміз. Қашанда деніңіз сау болсын. Амин. Жолыңыз ақ болсын. Сізді
сіздің сахна төріндегі орныңыз ұзағынан болғай. Сізді тамаша әндеріңізбен сол киелі сахнаның төрінен көре берейік. Рахмет. Амандық тілеймін сізге. Өзіңе де сол жақсылық, амандық тілеймін. Рахмет. Осында сұхбат алып, уақыт бөліп, осында Сүлеймен ағамыздан деп келіп өзің арнайы уақыт бөліп жатсың. Отбасыңа амандық тілеймін, жақсылық тілеймін. Рахмет аға. Сүлеймен мына осы Алматы облысының 20 жылдығы болмаса, еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы болмаса, біз бұлай кездеспес едік. Мінекей жер жанаты жетісу деген әдемі үлкен жоба қолға алынып, осы жобаның арқасында сізбен осындай табиғаттың аясында қасиетті жерде сұхбаттасып отырмыз. Құдайға шүкір. Енді біздің сол жобамызға демеушілік көрсетіп отырған саумал туралы тағы да бір ауыз айтқым келеді. Мына саумал ерекше күш қуат береді, денге саулық береді, өзіңіз білесіз. Енді бүгіннен бастап ішіңіз, қолданыңыз. Рахмет. Осы саумалды қолданып, деніңіз сау болып, киелі сахнаның төрінде жап-жас болып, өнеріңіз биікке қарай шарықтай берсін әлде. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, Алла тағалам аспаннан жаудырып, жерден өндіріп, елге, халыққа молшылық берсін. Әумин. Айтқаным келсін. Егемендік еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы құтты болсын. Алматы облысының 20 жылдығы құтты болсын. Саумал. Жүрегім соған балқыған, таңдарға қарап қол созып, тауларға қарап талпынам. Жұрсаны жұпар аңқыған, жүрегім соған балқыған. Махаббатым бар қыраным, қанатыңдай боп, жұмақтай жері